Сырные шарики дайындаймыз. Ол үшін сырымызды ұсақ теркадан өткізіп аламыз. Ақуызымызды аппақ көбік болғанша миксерлейміз. Ақуызымызға електен өткізілген ұн мен қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң теркадан өткізілген сырымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай масса шығады. Осы массадан майда шариктер жасап шығарамыз. Шамамен 28-30 штук шарик шығады. Міне осындай шариктер шықты. Кеңірек ыдысымызға панировочный сухаримызды салып, сухариге шариктерімізді салып, осылай аунатып аламыз. Қысып тұрған майға шариктерімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Қуыру барысында келесі бетке алмастыруды ұмытпаңыздар. Қуырылған шариктеріміздің артық майын алу үшін салфеткаға сүзіп аламыз. Достар, міне осындай дәмі өте керемет сырные шарики шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін.